Баршаңа сәлем, сарбалар арнасына қош келіпсіз. Жумонг сериалының кезекті шолуында осы сериалдың ең бір қайғылы сәтіне куә боласыз. Алдағы 10 минутты үлкен экранға қойып, қызықты өткізіңіз. Және де тегін лайкқа сараңдық танытпауды сен менен қарағанда әлде қайда жақсы білесің. Ал ендеше видеоға өтсек. Бала Жумонг пен ұстаз Хэмосу өздерінің орналасқан Чонму тауында дайындалып жүр. Хэмосу өзі жасаған садақ пен Жумонгты садақ ату өнермен үйретуде. Кейіннен Жумонгқа келген үшеуі Ой Мари Хэппі болса, бұлай жүре бермей жұмысқа тұрып, ақша табу керектігін, ал ол үшін өткенде ұсыныс тастаған сосыныға барып өтінуін сұрайды. Жумонг адамдарын ертіп, сосынымен бұларды жұмысқа алу бойынша келіседі. Кездесу кезінде сарайдан келген Тесо мұнда пайда болады. Жумонг көзін өлтіргісі келіп жүрген адамды көріп сасқалақтап қалады. Үшеуі бір бөлмеге кіріп сөйлеспекші болады. Жумонг болса сосыныдан Тесо екеуін оңашада қалдыруды өтінеді. Кейін екі ханзада жеке қалған соң Хэмосумен араласып ендігіде батыр болды деген Жумонгымыз Тесоның аяғына жығылып, аға, мені неге өлтіргіңіз келді? Мені тірі қалдырыңызшы деп жалынады. Ал Тесо болса кезінде әкесінің оған көңіл бөлмей, тек Жумонгты бақпаққан, ал ол болса кезінде ішінде қалып кеткен ашуын қазір Жумонгтан алып жүр екен. Жумонг қайта жалынып ендігіде көзіңе көрінбеймін, жолыңда тұрмайым дейді. Тесо болса оның сөздеріне келісіп, көзіме көрінсең, ендігіде өлтірем деп сөзін аяқтайды. Екі ханзадамен де жақсы қарым-қатынас орнатқан Йонтабаль мырза мәз болып жүр. Ал үшеуі Йонтабальға жұмысқа тұрып, Утэнің әкесінің бастауымен бұл жердегі қара жұмыспен айналысып бастайды. Қайта-қайта ауыр жүктерді көтеріп ашуланған бұлар бұл жұмыста тастап Утэге барып, өздерін жауынгер қылып алуды өтінеді. Кіру үшін Ой төбелес өнерін көрсетсе, Хэппі болса күшін дәлелдейді. Мари болса соғыста айла тәсілдің де керек болады дейді. Осыдан соң үшеуі Йонтабаль мырзаның нақтырақ Геру тайпасының әскері атангендігінде қалада еркін жүретін болды, тіпті Дочидің адамдары да тиісе алмайды. Пуйо сарайында Хэмосуды іздеп жатқандар өте көп еді. Хан Кымуа Хыкчи қолбасшыға оны табуды бұйырса, сарай көріпкелі Юмелді өзінің көріпкел қызына Хэмосудың орналасқан жерін айту тапсырып, оның Чонму тауында екенін біліп алады. Бірақ көріпкел ақылды әйел еді. Хэмосуды өлтірсек, тәңірдің қаһарына ұшыраймыз деп қорқытатын. Сондықтан онымен жеке барып Хэмосуға қаладан кетуді ұсынуды ойлайды. Ал өзі орналасқан Чонму тауына барады. Айтқандай, осы көріпкелдің артына уәзір Будекбул адам салып қойған болатын, және де сол арқылы ол да Хэмосудың қайда екенін біліп алады. Көріпкел мен Хэмосу кездеседі, көріпкел оған Пуйодан кетпесе халық көтеріліп соғыс басылатынын айтады. Бастапқыда қарсы болғанмен кейін келісіп, бірақ Юхуамен кездесу ұйымдастырып беруін сұрайды. Кездесу күні орманға кеткен Хэмосу және де көріпкел ертіп әкелген Юхуа келеді. Екеуі кездесіп бірін-бірі құшақтайды. Кейін жақсылап асықпай бастан өткен оқиғалармен Хэмосу 20 жыл абақтыда болған кездегі оқиғаларын айтып береді. Юхуа қалған өмірін Хэмосумен өткізуді шешеді, ал Хэмосу қаладан кетем дейді. Кейіннен Кымуа ханмен жеке кездескен Юхуа оған Хэмосуды көргендігін және де ендігі өмірін онымен бірге өткізуді айтады. Сол үшін ханнан оны сарайдан босатуын өтінеді. Хан болса Хэмосумен өзінің де кездескісі келетіндігін, кейін Юхуа мен Хэмосуды бірге сарайда жақсы өмір сүргізетіндігін айтады. Кейін Хэмосу кездесу күнін белгілейді. Чонму тауында Жумонг жаттығуда Хэмосу Жумонгтың баласы екенін білетін, бірақ айта алмайды, өйткені сонша жылдан бері баласының жанында болмаған соң әке деген атқа өзін лайық деп те санай алмайды. Ал өзі Жумонгқа садақ атуды үйретеді. Жай ғана атып емес, автомат сияқты 1-2 секундта атуды. Кейін оған ақыл ретінде анаңды өмір бойы қорғап жүр деп айтып, кейін сарайға барып анаңды көріп қайт дейді. Кетпестен бұрын бала Жумонгпен қоштасқандай сөйлеп, ол кеткен соң қайғырады. Құрметті достар, қалайсыздар? Егер де біздің арна шынымен де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Және де үнемі біздің видеоларды көріп жүріңіздер. Тесо мен Йонпо болса Хэмосуды әскер жинап өлтіруді көздеуде. Бұлар Хэмосудың Чонму тауында екендігін Будекбул уәзірден біліп алған болатын. Ал Йонпо сарайдан 200 әскер алып шығып, Чонму тауына аттанады. Ашық жерде жалғыз тұрған Хэмосуға жүздеген әскерін дыбыс шығармай жіберсе, әлде бір қауіп сезгенде Хэмосу қылышын шығарады. Мұны көрген әскерлер айғайға басып шабуылға аттанады. Көз көрмейді демесеңіз, жүрекпен сезіп шайқасатын Хэмосу өзіне жау әскерін жолатпай батырға лайық шайқасуда. Ал анасына сыққан Жумонг жолай Марияларды кезіктіріп, олардан Чонму тауына әскер кеткендігін біліп, онда қалған ұстаз деп жүрген әкесіне қарай асыға жүгіреді. Барса көптеген адамның қоршауында шайқасып жатқан Хэмосуды көріп, оған көмекке жүгірген солақ еді. Ой, Мариялар, онда барсаң өлесің деп оны ұйықтатып алып кетеді. Ал Хэмосуды қылыштасып жеңе алмайтындығын түсінген Тесо садақшыларына бұйрық беріп қана оны садақпен жаралайды. Кейін жерде 5-6 оқ тиіп жатқан Хэмосуға барып, нағыз крысаның әрекетімен оны өзі өлтіреді. Істер біткен соң адамдарын жинап, осы жердің полын жуып сыпырғандай дымын қалдырмай кетіп қалады.
Мұнда келген Гымуа мен Юхуа өлі Хэмосуды көріп әбден қайғырып жылайды. Кейіннен Хэмосудың өзі жас кезінде Гымуаның айтқандай, оны жерге көмбей тас үстіне орналастырады. Сол арқылы ол өлген соң аспанға ұшамын деп ойлайды екен. Юхуа болса өте қатты қайғырады. Кейін осы оқиғадан соң қатты ауырып қалады. Жумонтқа келсек, ұстазының өлгенін көріп қатты қайғырып, мақсатсыз адамға айналады. Ішімдікке салынып, қыздарға баш болып кетеді. Бұрында арманмен ұйықтап, мақсатпен тұратын Жумонт енді ішімдікпен ұйықтап, қыздармен тұратын халге жетті. Мусонға еріп құмар ойынды да бастап кетеді. Ал Хэмосу өлген күні сарайдан 200 әскер шығарылғандығын естіген Гымуа әскерге жауап беретін Йонпоны шақыртады. Ал ханның қойған сұрақтарына жауап бере алмай қиналып отырған Йонпоның жанына Тесо келіп, 200 әскерді өзі шығарып Хэмосуды өлтіргендігін айтады. Мұны естіген хан оның тамағына қылыш тақаса, Тесо бұлардың ісін халықты және де Пуйоны ойлап жасағандығын айтады. Ешек болсаң да ұлым ғой деген шарасыз қалған Гымуа Тесоны кетіріп жалғыз қалады. Кейін қазіргі Жумонттың жағдайын естіп оны көруге барады. Кешкісін шарапханадан шыққан Мусон мен Жумонтқа дочи адамдар шабуылдайды. Бірақ Хэмосудан сабақ алған Жумонт оларды оп-оңай жайрап тастайды. Осыны қарап тұрған Гымуа бір жағынан таң қалса, екіншіден оның осындай бір мал халге түскеніне күйінеді. Кейін Юхуаның ауырып қалғанын айтып, оны сарайға алдыртады. Жумонттың сарайға келгенін естіген екі ханзада ендігіде оны өлтіруге тырыспау керек еді деп келіседі. Мари Хэпо үшеуі болса, Жумонттың сарайға қайтып оралып, ханзада болған естіп қуануда. Бірін-бірі уәзір қолбасшы деп атап қоятынын қайтерсің. Жумонт болса, ауырып жатқан анасының жанынан шықпайды. Онда жатып Хэмосудың айтқан сөздерін ойласа, кейін анасы оянған соң ұлына қайтадан мотивация береді. Мопальмо мырза болса, ханзада Жумонттың келгеніне қуанып, оған бір хабармен бөліседі. Оның айтуынша, ханзада Йонпо мен оның көкесі ұстаханадан қаруларды жасырын шығарып, көрші елдерге сатып жүр екен. Жумонт болса, бұл жайлы ешкімге айтпауын тапсырады. Хан Гымуа шылын жинап мұрагерлік әңгімесін қозғайды. Оның негізгі мұрагері үлкен ұлы Тесо болғанына қарамастан, мұрагерді жарыс арқылы таңдау шешеді. Бұл шешімге уәзірлермен жиналғанда қарсы болса да, хан ұлдарынан бұл жайлы не ойлайтындығын сұрап еді. Тесо мен Йонпо амалсыз келсе, Жумонт қайта сарай сыртына жіберуін өтінеді. Басты себеп сарай сыртына кетіп тәжірибе жинау еді. Жумонттың бұл шешімін анасы да мақұлдап, ақ батасын береді. Бұл уақытта Геру тайпасында өздерін сарай адамы боламыз деп жүрген үшеуі ханзада Жумонт бізді ұмытты деп санаған екен. Оларға жұмыс сұрап келген Мусонда бұл жерде өзіміз әрең жүрміз, сені қалай кіргіземіз деп қайтарып жібереді. Ал Геру тайпасының адамдар болса, патша Гымуаның бұл жарыс жасау атты жарлығын талқылауда. Олардың ойларынша Гымуа хан осы іс арқылы Жумонт ханзадаға мүмкіндік беріп отыр. Ал не болса да бұл жарыста кім жеңсе де сосоныға пайдасы тиеді, өйткені екі ханзаданың да өзіне ғашық қылған болатын. Әлгінде айтқандай, Йонпо өзінше ақылсымақтанып ұстаханаға қаруларын сатып жүр. Сатуысымен де дочимен серіктес болған бұл ханзада бұл жолы қаруды Окчо еліне сатуды жоспарлайды. Дочи адамдары Окчолықтарға қаруды өткізу барысында хан елінің сарбаздарына ұсталып қалады. Ал қаруларының Пуйо елінде жасалғандығы белгілі болады. Кейін Хэнто сарайының басшысы Янжон бұл қаруларды көріп, ендігіде Пуйо еліне қатаң жарлық жібереді. Пуйо сарайына жіберілген хатта Пуйо елі әлі күнге дейін қару шығаруын тоқтатпағандығын, Хэнто сарайы ендігіде Пуйоға жаза ретінде тұз жіберуін тоқтатып тастайды. Айта кетсек, негізінен хан елі Пуйоға қару шығаруға рұқсат бермеген болатын. Ал Пуйо елі қару шығару ісін құжат бойынша жоқ дегенмен жасырынып болсын жасап жүрген болатын. Гымуа ханда осы Пуйо елінің қаруы Окчо еліне сатылымға өткенін естіген соң, ұстахана басшысы Мопальмоны алдына шақыртып, бұл жайлы түсіндіруін сұрайды. Жыларман күйде болып ештеңені білмейтіндігін айтады. Әрине, бұл іске кінәлі екендігін іштей біліп тұрған Йонпо ақысын дочидан барып алады. Пуйо елі үшін тұз өмірмен бірдей болғандықтан тұз саудасы тоқтаса, ел құрайтын. Сондықтан хан елімен келіссөз жүргізуге Тесо Гымуа ханнан сұранып барады. Осылайша Тесо билік басындағы өзінің ықпалын арттырып, хан Гымуаның алдында ұпай жинай бастайды. Осы орайда Жумонт болса анасымен қоштасып сарайдан кетуге дайындалады. Тесо Хэнто сарайына жолға шыққанда ол да сарайдан бірге шығады. Кейін қалада жүріп Геру тайпасына барған Жумонттың алдынан 3 досы күтіп алады. Ханзадан көріп ендігіде сарайға барамыз деп қуанып жатқан бұлардың қуанышын Жумонт мен сарайдан кетіп қалдым деген сөзді түсіреді. Бірақ сонда да жаныңда жүреміз деп бекінеді. Кейін Жумонт көзі барып Сосонаға амандасып жұмысқа алуын сұрайды. Ал оның жұмыс сұрағанына олар таң қалып қалады. Осылай видео мәресіне жетті. Достар, осы видеоға 1 секундтарыңды қиып лайк бассаңдар, біз де Жумонтты сарымайдай созбай тез-тез шығаруға тырысамыз. Біз бір күнімізді қиып жасаған видеоға 1 секундыңызды қиып лайк баса алмасаңыз, сіздің әділетті болмағаныңыз. Келесі видеода көріскенше аман сау болайық.